Ассалаумағалейкум достар. Бір жыл бұрын менің бойым достарыммен бірдей болатын. Бұл кезде мен футболға қатысып жүрдім, бірақ ол кезде қатты растяжкаға көңіл бөлген жоқпын. Бойым почти достарыммен бірдей, міне қарап отырсаңыздар, бір линияда тұрып қарап отырсаңыздар. Бірақ бір жылдан кейін менде бойым жақсы өсе бастады. Мысалы 193-ға 194-ке жеттім. 192 сантиметр ол где-то бір ай бұрын болды. Содан кейін мен осы растяжкаларды жасай бастадым. Бұрын бойым кәдімгідей 170-ке әрең жететін. Видеодан көріп отқаныңыздай. Бұрын менде YouTube канал болатын, сол кезде бойым где-то 170-ке почти жетті походу. Одан кейін футболмен айналысқаннан кейін, секіріп, растяжка, сондай көп нәрселер жасағаннан кейін менің бойым жақсы өсе бастады. Бұл ең алғашқы жаттығу. Әр аяққа 25 реттен жасаймыз. Бірінші 10 аяққа жасаймыз, одан кейін сол аяққа жасаймыз. Бұл айтқанда, бұл жаттығу жасап болғаннан кейін аяқты максимально созамыз. Өйткені бұл жаттығу аяқты бұл айтқанда әлсіретеді. Мысалы, аяқ бұл айтқанда босап қалады. Қатайған жері босап қалады да, одан кейін уже созу ыңғайлырақ болады. Сондықтан бірінші 10 аяққа, одан кейін сол аяққа 25 реттен жасаймыз. Бұл біздің екінші жаттығу. Бұл жаттығуда максималды түрде аяқты созуға тырысамыз. 10 аяққа 20 реттен, сол аяққа 20 реттен. Бұл айтқанда, бұл аяқты өте жақсы созады. Бұл жаттығуды біз футболда жасағанбыз, волейболда көбінесе жасалатын жаттығу. Әрине бұл аяқты созу және де бойды өсіру мақсатында жасалатын жаттығу. Бұл біздің үшінші жаттығу. Бұл жаттығуда, мысалы бізде үйде шкаф болса, ұстап тұратын турник па бірдеңе болса, оны ұстап тұрамыз, максимально омыртқаны созуға тырысамыз. Бұл үй жағдайында жасалатын ең тиімді жаттығудың бірі болып саналады. Оны оң жаққа жасап болғаннан кейін сол жаққа жасаймыз. Где-то бір 30-40 секунд ұстап тұрғанымыз дұрыс болады. Бұл жаттығу ең эффективный жаттығуға жатады. Бұл біздің төртінші жаттығу. Әр аяқ 40 реттен жасаймыз. Мысалы 10 аяққа жасап болғаннан кейін сол аяққа 40 реттен жасап отырамыз. Бұл жаттығулардың барлығын не үшін айтып жатырмын? Күнде жасауға болады әрине, бірақ менің ойымша 1-2 күн демалып қойған дұрыс. Өйткені біздің омыртқамыз созылатын болса, аяғымыз созылатын болса, оларға да демалыс керек. Сондықтан аптасына 5 рет жасағанымыз дұрыс, немесе 4 рет. Күніне бір 10-15 минуттан. Бұл біздің 5-ші жаттығу. Максималды түрде қолымызды биікке көтеруге тырысамыз. Мысалы мен бұрын шкафқа қолым жетпейтін, сөйтіп осылай созыла бергеннен кейін жаймен қазір потолокқа дейін жеттім. Енді барлығында ондай сразу прогресс болады деп айтпаймын, бірақ осыны 12 реттен жасасақ күнде, мысалы сызып қоямыз, осындайға жеттім бүгін, ертең осындайға жету керекпін деп, мысалы шкафқа созыламыз осылай до конца, аяқпен көмектесіп, сонда біздің денеміз созылып, аяғымыз созылып, омыртқамыз созылып, баскетболист боламыз. Ал достар, видео аяқталды. Осы жаттығулардың барлығын жасаймыз. 30 күннен кейін өздерінің результаттарын жазып кетіңдер, неше сантиметр өсті. Мен өзім ойлаймын, егер де осы жаттығуды жасай беретін болсақ, где-то 6-7 сантиметр қосуға болады бір айда. Және де сіздерге айтатыным, аптасына 1-2 күн демалып қойған дұрыс. Мысалы, аптасына 5 рет жасаймыз, 1-2 күн демалғанымыз дұрыс болады. Сондықтан достар, осыны күнде жасаймыз. Лайк басыңдар, комментарий жазыңдар, арнаға тіркеліңдер. Осында видеолар ұнаса, комментарияға жазып кетіңдер. Скоро 100 подписчик болады, соған жеткізіп тастайық. Аман сау болыңдар.